Сен ұмытқан, бірақ дала сақтаған шындық. Қаныңдағы құпияны оят. Жадыңдағы жарыққа қайта орал. Көзіңді аш, Санаңды аш. тамырыңа қара. Қарақтарым, қазақтың әйел қыздары, хиджаб орынған момындарым, тыңдаңдар. Бір сәт креативті ойлау жүйелеріңді қосыңдаршы. Ислам дініне сынай қарап, оның өтірік ертегі екенін түсініп, бастарыңа орап алған хиджабтарыңды тастайтын уақыт келген сияқты. Бүкіл әлем алға жылжып, дамып бара жатқанда, қайдағы бір еврейдің ойлап тапқан араб халқының ислам дініне сеніп, кері кетіп бара жатқандарың өте ұят және қайғылы. Арамтамақ молдалар діннің арқасында ешқандай еңбек етпей, қырып ақша тауып отыр. Молдалар еркек адам ретінде дене еңбегімен де, ой еңбегімен де ешқашан еңбектеніп көрмеген. Тек қана дін деген жалған нәрсемен момын елді тозақпен қорқытып, алдап, арбап қана ақша тауып отыр. Өмірінде бірде-бір рет еңбек етіп көрмеген, еріншек, жалқау, ұятсыз, арсыз, надан дер едім имам молданы. Ал кейбір өзіне сенімсіз, қорқақ, білімсіз, надан еркектерге де дін тиімді, яғни выгодны. Себебі оларға 4 әйел алуға рұқсат. Әйеліне әртүрлі діни тиымдар салып тастап, өзіне сенімсіз еркек дінін жамылып, әйеліне білгенін істейді. Және де арғы дүниеге барғанда да жұмақтағы 72 хор қызына барамын деп ойлайды. Осыдан ақ діннің надандығын түсінуге болады ғой. Мінекей, надан діншіл адамдарға дін жамылып жүру өте тиімді. Ал әйел қыздар, сендерге дін өте тиімсіз. Біріншіден, дін, әсіресе ислам діні, нағыз надандық. Екіншіден, ұрпақтарыңа үлкен қиянат жасап отырсың. Титтей білімің болса, тарихтан кішкене ғана хабарың болса, дінге сеніп, надан болып жүрмес едің. Өзгенің киімін киіп, хиджабын оранып, сорлап жүрмес едің ғой қарағым. Хиджаб деген сүйкімсіз жамылғы жамылмас едің. Жүзің ашық, жарқырап, қазақтың еркін, сұлу, дана ханымы болар едің. Сен дәл қазір хиджабыңды тастауға толық құқығың бар. Хиджаб тастады деп, сені ешкім келіп ұрып соқпайды, ешкім сені ұрыспайды, ешкім сені өсектемейді, ешқандай жалған Алла сені тозаққа жібермейді. Ислам діні сол арабтарға ғана жарасады. Сен қазақсың, қасиеттісің. Хиджабыңды тастап, өз ұлтыңның киімін киіп, немесе заманауи киім киіп жүруге, өз қалауыңша өмір сүруіңе сенің толық құқығың бар. Ешкімнен қорықпа, ешкімнен именбе, сен еркін, адал елдің ұрпағысың. Қазақтың әйел қыздары, естеріңді жиыңдар. Дін деген жалған нәрсе, ешқандай жұмақ та, тозақ та жоқ. Сол жұмақ та, тозақ та осы өмірде. Қасиетті қазаққа діннің еш қажеті жоқ. Біздің салт дәстүріміз бен табиғатқа қарап дамыған ежелгі тәңірлік дүние танымымыз әлемдегі барлық діндерден мыңдаған есе артық. Ислам діні ол қазаққа жат, араб халқына тиесілі дін. Бұл дін бізге соғыс арқылы, қорқытып үркіту арқылы, алдап арбау арқылы келген жат дін. Хиджаб оранып, дінге бойсұнған білімсіз кейбір қазақ әйел қыздарына арабтар мен түркілердің айырмашылығы туралы аз ғана ақпарат айтып берсем, кішкене болса да креативті ойлау жүйесі қосылып, басындағы хиджабын тастап, өз ұлтының ұлттық киімін киюге бет бұрар мекен. Арабтар өз әйелдерін әурат деп атаған. Бұл екі аяқтың арасындағы нәрсе деген мағына береді. Ал түркілер өз әйелдерін ханым деп атаған. Ол үйімнің иесі дегенді білдіреді. Көп айырмашылық осында. Мысалы, араб тілінде Рәбия есімі тек 4-ші деген мағынаны ғана береді. Бұл есім біздегі діншілдер ойлағандай аса қасиетті немесе ерекше діни мәні бар есім емес. Арабтардың түсінігінде қыз баласы толыққанды адам деп саналмаған. Қыз баласы дүниеге келгенде оған есім беруге құлық болмай, көбіне есім берудің орнына реттік нөмірлер мен
атай салған. Мысалға, Вахида есімі ол есім емес, ол бірінші деген мағына беретін сөз. Алғаш туған қызға берілетін реттік нөмір ғана. Ал Сәния екінші дегенді білдіреді. Екінші қызға берілетін реттік нөмір. Бита немесе Силаса үшінші қыздың реттік нөмірі. Сондай-ақ Рабия төртінші деген мағынаны береді. Төртінші қызға берілетін реттік нөмір ғана. Ал біздің жалған дінге бой ұрған халқымыз болса, Рабия есімін қасиетті діни есім деп ойлап жүр. Бірақ арабтарда бұл тек реттік нөмір ғана болғанын көп адамдар білмейді. Себебі арабшаға түсінбейміз. Арабтар қыз балаларды адам деп санамай, тіпті лайықты ат қоюды қажет деп те таппаған. Сөйтіп олардың көбісі қыздарын тек реттік нөмірлермен атай салған. Ежелгі замандарда қыз балаларды тірідей көметін мәдениеті болған жалғыз халық ол араб халқы. Бұған басты себеп қатыгез, ар ұяттан жұрдай араб билеушілерінен қорыққандығы еді. Араб билеушілері қарызын қайтара алмаған адамдардың қыздарын және әйелдерін тартып алып, сатып жіберетін болған. Осындай азаптан қыздарын қорғау үшін арабтар оларды жаңа туылған сәтінде тірідей көміп тастаған. Ал сол кездері түркілер мәдениеті, яғни қазіргі қазақ халқының дәстүрлері қандай еді? Қыздары мен әйелдерін қадірлеген халық болған. Қазақтар әйелдерге қамқорлық жасап, құрметпен қарап, тіпті қыздарды қолбасшы, хан дәрежесінде тәрбиелеген. Біздің қазақ өз қыздарына есім бергенде құрметтеп, аялап, ең әдемі аттармен атаған. Мысалы, Ай сұлу, Ай және сұлу. Айдай әдемі, нұрлы, сұлу деген мағына береді. Бұл есім сұлулық пен нәзіктіктің символы. Ал Назерке есімі наз және ерке, нәзік мінезді, сүйкімді, ерке қыз деген ұғым. Жан дүниесі жылы, жүрегі мейірімді қыз болсын деген ниетпен. Ал Баян, көне түркі тілінен шыққан, мәңгілік айқын, жария деген мағына береді. Бұл есім Баян сұлу жырындағы сұлулық пен адалдықтың символы ретінде белгілі. Мәні жарқыраған, сөзімен сезімі айқын, өмірі баянды болсын деген тілек. Баян деген қандай әдемі есім. Адам құқығы тұрғысынан түркілер заманының ең озық мәдениетті елдерінің бірі болды. Түркілер, яғни қазақтар өз жастарын ар, ұят, обал сөздерімен ақ тәрбиелеп отырған. Түркілер бір құдайға, яғни тәңірге сенген. Табиғатты аялап, табиғатпен бірге дамып отырған. Әрбір қасиетті жанның да, заттың да киесі бар деп құрметпен қараған. Ислам діні кірмей тұрған кездерде қазақта ешқандай діни догмалар болмаған. Ежелгі түркі тілінде арсыздық деген түсінік те болмаған. Өйткені олар мұндай мінез құлықты білмеген. Армысыз деп амандасқан түркі халқының барлығы дерлік арлы болған. Түркі дәстүрінде әйел жолдас, ана, сүйкімді жар, тіпті ел басқаратын тұлға ретінде құрметтелді. Ал түркілер ислам дінін қабылдап, араб мәдениеті келгеннен кейін әйелдер өздерінің әйел болғанына өкінетін жағдайлар көбейді. Өкінішке қарай, әйелді ұрып соғу әдеті де қазақтарға араб мәдениетімен танысқан соң ғана тарала бастады. Қазақ салт дәстүрінде ажырасу дегенде түсінік болмаған. Ажырасу, яғни талақ ұғымы да сол араб мәдениеті мен діні арқылы келді. Ежелгі түркі мәдениеті мен салтында әйелдер әрдайым жоғары құрметке ие болған. Ханым, қожайын, инабатты әйел сөзі Шыңғысханның өз әйелі туралы айтқан сөздерінде де кездеседі. Мен сендердің хандарыңмын, ал бұл менің ханым, ханымым деген екен құдіретті дана бабамыз Шыңғысхан. Яғни әйел бізде үйдің иесі болған. Иә, қанша заманнан бері кейбір ата-бабаларымыз да осы ислам дінінде болды. Бірақ оларды түсінуге болады, себебі ол кезде заман сондай болды. Діннің арқасында адамдардың жуасығанын, хал-халіне түскенін байқаған басшыларға да сол керек болды. Елді басқару оңай болу үшін жат дінді кіргізуге кейбір өз басшыларымыз да мүдделі болды.
Иә, дін деген ол тұнып тұрған саясат. Біздің ата әжелеріміз де, олар да кәдімгі біз сияқты адамдар. Түніп тұрған, қорқытып, үркітіп тұрған, алдап арбап тұрған, ентелетіп кіргізген дінді олардың қабылдамасқа шаралары болмады. Орыстар да қазақ халқын өз тарихын ұмыттырып, өзге елдің дініне кіріп, мәңгүрттік халінде болуларына мүдделі болды. Егер қазақ өз тарихын толық білсе, рухы оянып, ешкімді басындырмайтынын білді олар. Қазақ халқын құлдық халінде, мәңгүрттікте ұстап тұрған осы ислам діні мен орыс саясаты. Осы екеуі бізге тыныштық берсе, бізден әрі жүрсе, өз дәстүріміз, өз даналығымызбен, қасиетіміз, еркін рухымыз көтеріліп, дамыған озық елге айналар едік, шіркін. Қарақтарым, қазақтың әйелдері мен қыздары, естеріңді жиыңдар, діннен бас тартып, өз қазақи болмыстарыңды табыңдар. Дін таратушылар неше ғасырлардан бері әбден дінді етене кіргізудің барлық қыр-сырларын біліп алған. Олар біледі, елді дінге отырғызу үшін әуелі сол елдің әйел қыздарын мойын сұндыру керек екенін. Сондықтан әйел қыздарға хиджабты парыз етіп қойған. Байқасаңдар, өзге елдің дінін әбден сіңіріп алған елдердің әбден ойраны шыққан. Соғыстан көз ашпайды, отқа оранып жатыр. Буыны қатпаған жас балаларына қару ұстатып, соғысқа жіберсе, әлі балауса бала күйіндегі кіп-кішкентай 7-8 жасар қыздарын күйеуге береді. Не деген сұмдық, не деген надандық, жиіркенішті, нағыз тозақтың өзі осы дін, ислам діні. Иран, Ирак, Ауғанстан, Пәкістан сияқты елдерде осындай сұмдықтар болып жатыр. Кез келген ислам дініне бой ұрған елдің тағдыры осындай болады. Қарақтарым, неге осыны түсінгілерің келмейді? Сондықтан әйел қыздар, естеріңді жиыңдар. Хиджаб киген қыз келіншектер, барлығыңа челлендж. Хиджабтарыңды тастап, қазақша ұлттық киім киіңдер. Бәріміз болып, қазақ әйел қыздарының даналығын көрсетейік. Хиджаб деген өзге ұлттың қаңсығын тастап, өз дәстүрімізге көшейік. Өзіміздің әдемі, ұлттық киімімізді киейік. Айналайын, ақ көңілдерім, адалдарым, жақсыларым, игілерім, қарақтарым, қазақтың әдемі қыз келіншектері.